Құрметті өмірден алынған каналының оқырмандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Шалға таласқан кемпірлер. Ауылдың шетінде, жан-жағын талмен қоршаған кішкентай ғана аласа үйде Әлімғазы ақсақал тұратын. Жасы 80-нен асса да, көзі шоқтай жанып, жүзі жылдам әрекетке дайын күйінде жүретін. Ауылдағы әйелдер арасында Әлімғазы ақсақал әлі тың деген сөз бар еді. Әсіресе жесір немесе ерінен айырылған әйелдер үшін Әлімғазы бір алтын сандық секілді көрінетін. Бір күні таңертең ақсақалдың ауласынан ерекше дауыс естілді. Көрші кемпірлер біраздан бері бір-біріне сыр бермей жүрсе де, осы күні төзімдері таусылып, ашық майданға шығыпты. Менің қымызымды ішкеннен кейін Әлімғазының жүзі бал-бұл жанып, жасарып қалды. Деп мақтанды Шәрбану апа. Ой, қойшы. Қымыз емес, менің майсөкті бауырсағым оны жасартып тұр. Сосын сол үшін ауламның есігін қағып келіп тұрады. Деді Бибіш кемпір мұртын жыбырлатып. Әй, екеуіңде басыңа шыт тартпа. Ол кісінің көйлегінің жағасын мен тіккенмін. Сол үшін Әлімғазы маған ерекше қарайды. Деп араға Жәмила апа түсті. Біраздан соң талас қыза түсті. Әрқайсысы өзінше дәлел келтіріп, бір-бірінің сөзін жоққа шығарып әлек. Ақыры бұл даудың әділ шешімін табу үшін Әлімғазының өзін шақыруға тура келді. Ақсақал ауласының шетінде отын шауып жүргені. Үшеуі жағаласа жетіп, оны ортаға алды. Әлімғазы, шындықты айт. Кімді көбірек ұнатасың? Кімді таңдайсың? Деді Шәрбану апа шапалақтай сөйлеп. Әлімғазы ақсақал ойланып тұрып. Үш жаққа да көңілім бірдей. Бірақ бір сынақ өткізейік. Маған бүгін кешкі асқа әрқайсың бір тағам дайындап әкеліңдер. Кімнің асы дәмді болса, соған көңілім ауар деді. Кешкісін үшеуі ауланың алдында қайта жиналды. Бірі көже, бірі қуырдақ, бірі ет асып әкелген. Әлімғазы әр тағамнан дәм татты да, байыппен басын изеп. Ең дәмдісі, бәріңнің еңбектерің деп күлді. Бірақ айтарым бар, менің таңдауым жалғыздығым. Алаңдамай таласуды тоқтатыңдар. Кемпірлер қап-қарап қалды. Әлімғазы ақсақалдың әзілін енді түсініп, бастарын шайқап күле берді. Ал ақсақал болса, ауланың ортасындағы орындыққа жайғасып. Ой, айналайын, өмірдің дәмі осы талас пен күлкіде емес пе? Деп сары самауырынан шайын ішіп көз ұшына қарап отырды. Ауыл халқы бұл әңгімені естігенде бір күлмеген адам қалмапты. Бірақ кемпірлерге сабақ болып, бұдан кейін ақсақалға таласпауға бекініпті дейді. Ал Әлімғазы болса, әлі күнге дейін тың ауылдың жарық жұлдызы болып жүр. Әлімғазы ақсақал сол оқиғадан кейін бір апта ауылдың әңгімесіне айналды. Кемпірлердің таласы тоқтап, әрқайсысы өз үйінде үнсіз отыр. Бірақ әрқайсысы іштей ақсақалдың көңілін қалай өзіне аударсам екен деп жоспар құрып жүр. Бір күні таңертең Әлімғазының есігін Шәрбану апа қақты. Қолында жаңа піскен шелпегі бар. Ассалаумағалейкум, Әлімғазы. Денсаулығың қалай? Мынаны ала қой, өзім арнайы пісірдім деп күлімдеді. Ақсақал рахметін айтып, шелпекті алды. Артынша есік тағы қағылды. Бұл жолы Бибіш кемпір екен. Қолында кішкентай ғана жастық. Ассалаумағалейкум, Әлімғазы. Түнде жатып ойладым, сенің мойныңа тірек боларлық жастық жоқ қой деймін. Мына жастықты өзім тігіп едім. Саған арнап әкелдім деп қолына ұстатты. Әлімғазы ішінен күліп, әлі де тыншитын түрлері жоқ қой деп ойлады. Бірақ бұл даусын шығарып білдірмеді. Түске таман Жәмила апа келді. Қолында үйінен қазанда қайнатып әкелген жылы бауырсағы бар. Әлімғазы, міне, жаңа ғана пісірген едім. Сізге ыстықтай жегізгім келіп әкелдім деп, дастарханын жайып дәмін татқызды. Ақсақал үш кемпірдің де назары әлі өзінде екенін түсінді. Бірақ оларды қайта таластырмай, бір амалын табу керек болды. Сол түні ол көрші ауылдың ақсақалдарымен кеңесіп, ақыл сұрады. Келесі күні Әлімғазы ауласының ортасына ауылдың барлық кемпірлерін жинады. Мен шешім қабылдадым деді сабырлы үнмен. Бір-біріңе таласпай-ақ маған әрқайсың көмектесіңдер. Бірақ әр апта бірін ғана мені күтесіңдер. Осылайша бәріңнің жақсылығыңды көремін. Кемпірлер бұл шешімге қуанып келісім берді. Бірінші аптада Шәрбану апа келіп, үйдің ішін жинап, ақсақалға қымыз дайындап берді.
Екінші аптада Бейбіш кемпір бақшаны арамшөптерден тазалап, ескі орындықты жөндеп қойды. Ал үшінші аптада Жәмила апа келіп, әдемі дастархан жайып, бүкіл ауылдың балаларына тәтті бауырсақ таратты. Ауыл халқы Әлімғазының бұл шешімін көріп, ақсақалдың тапқырлығы-ай, таласты тоқтатып, бәрімізге үлгі болды деп таңдай қақты. Содан бері Әлімғазы ақсақал тек 3 кемпірдің ғана емес, бүкіл ауылдың құрметті ақылшысы болды. Ал кемпірлер өзара татуласып, ақсақалды ортақ қазына деп бағалай бастады. Ақсақалдың ауласы балалардың күлкісіне, кемпірлердің әзіл қалжыңына толып, ауылға жылулық сыйлап тұрды. Жаздың жайма-шуақ күндерінің бірінде Әлімғазы ақсақал ауласында шайын ішіп отырды. Кемпірлердің кезек-кезек көмектесіп жүргеніне бірнеше ай болған. Олар татуласқанымен әрқайсысы әлі де ақсақалдың жүрегін жаулауға тырысып жүр. Бірақ соңғы уақытта Әлімғазының Жәмила апаға ерекше көңіл аударып жүргені байқалды. Жәмиланың салмақты мінезі, ісіне ұқыптылығы және ауылдағы барлығына адал көзқарасы ақсақалды іштей ұнатып еді. Күндердің бір күні Әлімғазы Шәрбану мен Бейбішті шақырып алып, ашық сөйлесті. Қыздар-ау, сендерге айтарым бар. Осы уақытқа дейін бар жақсылықтарыңды көрсеттіңдер, ризамын. Бірақ мен жалғызбын, жүрегіме бір ғана жан керек. Сол жан, Жәмила, ренжімеңдер, бұл менің шешімім деді. Шәрбану мен Бейбіш үнсіз қалды. Алдымен таңырқап, артынша бас изеп. Әлімғазы, сенің шешімің дұрыс. Жәмила шынымен сенің теңің. Біз тек қуаныш тілейміз деп жымиды. Сол күні кешкісін Әлімғазы Жәмила апаға өз ойын ашық айтты. Жәмила, осы уақытқа дейін маған ерекше қамқор болдың. Мен саған ризамын. Жанымда болғың келсе, мен сені адал жарым еткім келеді деді. Жәмила апа бастапқыда абдырап қалды, бірақ ішінен көптен бері Әлімғазыны жақсы көріп жүргенін сезінген еді. Жүзінде жылулық пайда болып, ақсақал, бұл сөздерің жүрегімді жылытады. Мен қарсы емеспін. Егер бақытты қарттық сыйласаң, мен бар күшіммен сені қуантамын деді. Сол сәттен бастап ауыл дүрліп кетті. Әлімғазы ақсақал үйленеді екен деген жаңалық лезде тарады. Ауылдың үлкен кішісі ақсақалдың тойына дайындықты бастап кетті. Той күні. Ауылдың көркем алаңында үлкен той ұйымдастырылды. Барлық кемпірлер ақ көйлек киіп, Жәмиланың қасына жиналды. Әлімғазы ақсақал сәнді шапанын киіп, сырбаз түрмен Жәмиланың жанына келді. Қолына ұстаған домбырасымен күй тартып. Жәмила, сен менің өмірімнің соңғы жұлдызысың. Осы ауылдың шырағы болайық деп, әзіл шыны аралас айтты. Тойда барлығы қуанып, би-билеп, дастарханнан дәм татып жатты. Шәрбану мен Бейбіште өзара қалжыңдасып. Әлімғазы дұрыс таңдау жасады. Бізге осындай дос керек еді деп күлісті. Сол күннен бастап Әлімғазы мен Жәмила апаның үйі ауылдың ең шырайлы, берекелі шаңырағына айналды. Ал кемпірлер болса, Әлімғазының нағыз көреген адам екенін мойындап, оның ақылдылығына тағы бір рет бас иді. Ауылдың халқы бұл оқиғаны әлі күнге дейін тамсанып еске алады.